Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз: Френки де Йонг Барсадан кеткісі келмейді. Сонда Барселона Ольманы қалай тіркемекші? Бұл осы басты мәселелердің бірі, талқылаймыз. Реал Мадрид 100 миллион евроға АПЛ-дан қорғаушы сатып алмақшы. Ал Криштиану Роналдо анда кетеді дейміз, мында кетеді дейміз. Нақты жауабын Фабрицио Романо берді. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Барсаның басынан дау арылмағандықтан біз Барсаның әңгімесінен бастаймыз. Нақтырақ айтсақ, Френки де Йонг сұхбат берді, сөйледі. Барлық басылымдар де Йонгтың әңгімесін жариялап жатыр. Френки де Йонг айтады: мен Барселона ғана ұнайды деп ойлайсыздар ма? Ойыннан тыс жүрген маған ұнайды деп ойлайсыздар ма? Бәрі жақсы бұл клубта менде, бірақ мен алаңға шыққым келеді. Мен егер де командаға көмектесе алмайтынымды өзім түсінсем, өзім-ақ кетіп қалар едім деген сияқты сұхбат берді. Командада бұлжымас негізгі құрамның ойыншысы емес екені Френки де Йонгтың сізге де, бізге де мәлім. Френки де Йонг керісінше қазір Барсадан кетіп қалса көмегі тиер еді. Себебі тіркей алмай отырған ойыншылар бар. Ал енді Френки де Йонг кетпейді. Неге? Себебі Френки де Йонгқа өте үлкен жалақы бар Барселонада. Басқа ешқандай жер ондай жалақыны бермейді де Йонгқа. Ал енді бұл жерде Барсаның өзі де кінәлі. Френки де Йонг өз-өзіне жалақы жасап алмайды ғой. Берген жалақыны алды, ал кім бас тартады? Алу керек. Дұрыс, Френки де Йонгтікі де, және де соңына дейін сол жалақыны ішіп жеп барып кетсем деп отырғаны белгілі. Ал ол осы қыста сата алатын болса, Френки де Йонгты Дани Ольманы тіркей алатын еді Барселона. Дани Ольманың мәселесі әлі бір қадамда алдыға жылжыған жоқ, сол жерде тұр, ештеңе шешілген жоқ. Дани Ольманы тіркей алмайды деп жатыр әзірге, және де Ла Лигадан ғана алып тастағаны былай тұрсын, европалық турнирларға да қатыса алмайды. Бірақ енді бұл белгілі жағдай еді, бірақ басылымдар бұны жеке-жеке жасаған екен, жеке-жеке айтқан екен. Ла Лигаға да қатыса алмайды, европалық турнирларға да қатыса алмайды деп айтыпты. Ендігі кезекте бұндай жағдайлар болатын болса, Дани Ольмо еркін агент ретінде кез келген клубпен келісіп, басқа клубқа ауысып кете бере алады. Не дегенмен де Дани Ольмо адамгершілік танытып, Барселонаны тағы да сәл күте тұруға бекінген екен, бел буған екен. Бұл жағдай қанша уақытқа созылады, қалай аяқталады, оны сіздер әлбетте біздің арнадан бірінші болып білетін боласыздар. Манчестер Юнайтедке, Рубен Аморимге жақсы бір трансфер ойыншы керек. Ол Виктор Гюкереш деген ақпараттарды шығаруда. Кейбір басылымдар осындай ақпараттармен шығып жатыр. Аморим Гюкерешті алғысы келеді, және де Гюкереш осы біраз Манчестер Юнайтедтегі мәселелерді шешеді деп ойлайды. Бірақ енді біз олай ойламаймыз. Рубен Аморим өзі де қатты сенімді емес шығар. Гюкереш әйтеуір таныс ойыншы болғасын келсе деп ойлаған шығар. Аморимнің қазіргі жағдайда өте жаман, өте қорқынышты. Осыдан 2-3 ай бұрын алда не болатынын білген кезде Манчестер Юнайтедке келуге келіспейтіні анық еді. Ал енді Гюкерешке не керек? Қазіргі Манчестер Юнайтедке қазіргі жағдайында маусымның ортасында келіп Манчестер Юнайтедке қосылу деген өз аяғын өзі атып тастаумен тең сияқты. Сондықтан да қазір Рубен Аморим жүре берсін, Гюкерешке Манчестер Юнайтедке жолап қажеті жоқ. Ал Фабрицио Романоның айтуынша, Гюкереш болсын, басқа болсын, біреулерді алу үшін ол өздерінің ойыншыларын сату керек. Өздерінің сатуға дайындаған ойыншылары дайын. Ол Маркус Решфорд, Зиркзие, Линделев, Казимиро деген сияқты ойыншылар. Антониді білесіздер өздеріңіз, Реал Бетиспен сөйлесіп жатыр деген ақпараттары бар. Осылардың жоқ дегенде 3-4-еуінің көзін құртып барып, ең болмаса жалға беріп барып, өздері ары қарай жоспарлайтын болады, кімді алады, кімді қалтырады дегенді. Ал Рубен Аморимнің әңгімесі осы Гюкереш болып жатыр. Гюкереш негізінде дәл маусымның ортасында Спортингта жібермейді шығар, өзі де дұрыс шешім қабылдайтын шығар. Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері болса, немесе жалпы футбол жанкүйерлерінің көзқарасы Гюкерештің Манчестер Юнайтедке дәл қазір келгені дұрыс па? Қате ма? Өз ойларыңызды айта отырсаңыздар, ал біз ары қарай жылжимыз, қызықтың бәрі алда.
Трент Александр-Арнольд Ливерпульда қала беретін болды, ал Реал Мадрид бәрібір де қорғаушы іздеп жатыр және де тапты да, АПЛ-дан алмақшы. Реал Мадрид тамаша қорғаушылардың рекордын бұзып 100 миллион евроны ұсынбақшы Арсенал клубына Вильям Салиба үшін. Және де бұл ақпаратты бір емес бірнеше басылымдар айтып жатқандықтан шындыққа да жанасады. Реал Мадрид 100 миллион евро дайындаған және де Салиба мен Салибаның агенті Реал Мадридқа келуге өздерінің келісімдерін беріп қойды дегенде ақпараттар бар. Бірақ та бәрін ушықтырмай тыныш қана шешейік деген екен. Ол қалай тыныш болады? Біз сіздерге ақпаратты қазірдің өзінде айтып отырсақ. Демек бұл басылымдар таратып жерген ақпарат жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Салиба Реал Мадридқа барып қимылдайтын сияқты. Соған қарағанда қазір сіздерге жалпы трансфер маркеттегі Салибаның құнын айта кетейін, 80 миллион евро тұрады. Және де Реал Мадрид өтінген екен Салибаға, мен өзім кеткім келеді деп клубқа айтсаң деп. Себебі Салиба мен кеткім келеді деп айтатын болса, кеткісі келген ойыншыларды ұстау өте қиын клубтарда және де арзандау сатылады. Арзандау болғанда енді 100 миллион евроға жіберіп қалуы мүмкін. Себебі қазір жасы 22-де трансфер маркет порталында құны 80 миллион. Бұндай ойыншыны кем дегенде, жоқ дегенде 130 миллион евроға сатуға болады. Барынша Реал Мадрид сығып қалғысы келеді. Ал енді Реал Мадрид сияқты клубқа жоқ деу өте қиын. Салибаның да барғысы келеді, кубоктарды алғысы келеді деген сияқты. Салиба қазір өзінің рұқсатын берді. Енді Арсенал мен Реал Мадридтің арасындағы әңгіме басталады. Реал Мадридқа қазір шынымен де мықты жақсы қорғаушылар керек ақ. Парис Сен-Жермен топ ойыншыларды қатарларына шақырудан шаршаған емес Насер Аль-Хилаифи енді қазіргі таңда Ливерпульдің сұр мергені Мухаммед Салахты өзінің командасына көргісі келетінін жеткізген. Және де соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ, Мухаммед Салахқа аптасына 500 мың беруге дайын 3 жылдық келісім шартпен. Сауд Арабиясынан сәл ғана төмен десек те болады. Қазір әлдеқайда Ливерпульда одан төмен жалақы алады Мухаммед Салах. Егерде Мухаммед Салахпен Ливерпуль келсе алмаса, Парис Сен-Жерменге келсе, тіпті керемет жағдай. Меніңше Мухаммед Салах біріншіден Европада қала береді, екіншіден Чемпиондар лигасында ойнай береді, үшіншіден өте үлкен жалақы алады. Ең дұрыс нұсқа Мухаммед Салах үшін. Егер Ливерпульда қалмаса, осы тәрізді. Ал енді Ливерпульда кейінгі кездері әңгімелер шығып жатыр, 2 жылдық келісім шарт ұсынуға дайын деген, бірақ та жалақысы әлде қайда төмен болады. Осы екі таңдауды жасаса болады. Ливерпульда қалып 3-ші жылы Сауд Арабиясына барса болады деген сияқты әртүрлі нұсқалары бар қазір Мухаммед Салахта. Ал енді Криштиано Роналдуды да Парис Сен-Жермен шақырды деген ақпараттарды көптеп шығарып жатыр басылымдар. Бірақ бұл ақпараттардың бәрін Фабрицио Романо жоққа шығарды. Бұл шынымен де жоққа шығаратындай жағдай. Парис Сен-Жерменге не үшін керек қазір Роналду? Роналду өзінің орнында жүр, болды, тиіспеу керек оларға. Болды, тиіспеңіздер, Роналдуға да, Мессиға да тиіспеңіздер. Өздерінің орындарында жүр, пенсиясын алсын, жүрсін. Кедергі жасамау керек. Парис Сен-Жерменге не үшін керек деген нәрсені талқылайтын болсақ, Парис Сен-Жерменге ол маркетинг жағынан керек болуға да мүмкін, ақша тарту жағынан, бірақ та бір ойынды төңкеріп тастайды, Парис Сен-Жерменді алға сүйреп тастайды дегенге сене алмаймыз. Парис Сен-Жермен Францияда өзақ чемпион, ойнамай-ақ чемпион, Роналдусыз да чемпион деген сияқты. Ал енді кейбір ақпараттарда Манчестер Ситиға шақырып жатыр дейді, бірақ бұны да жоққа шығарды. Фабрицио Романо Роналду Парис Сен-Жерменге де Манчестер Ситиға да келмейді деді. Және де Аль-Насырмен келісімшартты ұзартуға жақын одан қарағанда деп ақпарат берді. Біз сіздерге осыны жеткізушіміз, достар. Жалған ақпараттарға көп еріп кете бермейік. Ал енді бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерге ең бірінші болып футбол ақпараттарын жеткізуші арнамыз, достар. Жазылып қолдап қойсаңыздар біз өте қуанышты болар едік.